Жүректегі мұз 106 бөлімі Карика далада жаурап отырады. Анасы Сумру үстіне киім әкеліп береді. Сол кезде Карика жынданып телефондағы Периханның туристік агенттігін көрсетеді. Ол қыздың шашын жұламын апа, ол Меликке жасағанын алдына келтіремін дейді. Бірақ Сумру ештеңе етпейді қызым, барлығын өзім жасаймын дейді. Солай Периханның менеджері болып жүрген баланы шақырып алып, біз енді серіктесті тоқтатамыз, болмаса Перихан туристік агенттігін сатсын, әйтпесе банкротқа ұшырайтын болады, нөл ақша ала алмайтын болады, біз дейін Германияға қайтады дейді. Содан кейін менеджері айтады: Перихан, сен не білдірдің, не істедің, Шансәулен әулетімен не байланыстырады, неге олар соншама сені жек көреді, тез сат, болмаса бұл жұмыстан мен де кетемін дейді. Амалсыз Перихан туристік агенттігін Сумруға сатады және өзі Германияға қарай ұшуға кетіп бара жатады. Сол кезде Сумру алдынан шығып: сен менің қызымды, Меликті ренжіттің, олай жасамауың керек еді, жүрегіңді тазарт, егер жүрегің осындай қарайған болса, еш уақытта бақытты бола алмайсың деді. Сонымен Перихан кетеді, бірақ бұнда әкесінің 12 миллион қарызын өздеріне алған Бонами және басқа да балалары бар. Бірақ Бонами қайғырып отыр әйеліне: менің аяғым жүре алмайды, менің бүйрегімді әкеме бергем, әкем де бүйрегімді алып кетті, мен мүгедекпін, енді не істеймін, жұмыс жасай алмаймын дейді. Осы кезде Сумру келіп: мен сендерге ұсынысым бар, мен бүгін ғана Периханның туристік агенттігін алдым, соны сендерге беремін, жүргізе аласыңдар ма, жасай аласыңдар ма дейді. Әйелі Жанан мен Бонами қатты қуанып кетеді: рахмет Сумру, рахмет дейді. Осы жерде Пери деген туристік агенттігін алып жатады да орнына басқаша атау қойып, Жанан мен Бонами енді жаңадан жұмыс жасағалы жатыр. Хикмет пен Халил барлығынан қашып бөлек өмір сүріп жатыр. Бізге 1 миллион тауып бер деп Асадқа да айтып еді, бірақ Асад қайдан табатынын білмейді. Халил жындырып жүр: ол бала қайдан табады ақшаны, сен әлі де мені алдап жүрсің, қасыңда болу үшін дейді. Көк тиынсыз қалған Халил Хикметке жынданып далаға шығып бара жатқан кезде оны таксиның адамдары аңдып отырып, желкелеп тұрып, басына қара мешок кигізіп алып кетеді. Мені қайда апаратсыңдар, тоқтаңдар, жіберіңдер деп Халил айқайлап жатыр. Кімнің адамысыңдар? Мен грузин бастығының мафиясының адамымын. Грузинді мафиялар естіп қалса, бастарың бәлеге қарады, тез босат деп айқайлап жатыр. Бірақ оны ешкім босатпады. Осы кезде таксин сынық есіктің артынан сұлбасы көрінеді және қасына келіп: Халил, сен бе едің? Сен ақыры ұсталдың ғой деп өзінің мақсатына жетіп күледі. Жалғасы бар.